Асқабақ тәттісі. Сәлем достар, бүгінгі видеода асқабақ тәттісі және асқабақты тұздап пісіріп дайындайтын боламыз. Асқабақ тәттісін дайындау үшін асқабақ, шекер, грек жаңғағы қажет. Асқабағымызды бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Асқабақтан түрлі тағамдар дайындауға болады. Ыстық тағам және салаттарға қосуға болады. Және асқабақтың өзін тәтті қосып және тұз қосып пісіріп дайындауға болады. Асқабағымыздың дәнектерін тазартып алып, қуырып тұтынуға болады. Асқабақтарымызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз және сыртқы қабығынан тазартамыз. Сыртқы қабығын түгелдей тазартып шығып, асқабағымызды листке орналастырып, 200 грамм шекерді сеуіп шығамыз. Шекеріміз 3-4 сағат сироп болғанша бөлме температурасында еру қажет. Және алдын ала қызып тұрған 200 градустық пеште пісіріп аласыздар жарты сағатқа. Дайын болған асқабақтарымызды тарелкаға салып аламыз және өзінің сиропын бетіне құйып шығамыз. Сиропты өз қалауларыңызша құйыңыздар. Дайын болған асқабағымыздың үстіне грек жаңғағын үккіштен өткізіп, дәмді етіп жасап қоямыз. Достар, бұл тағам шайменен ішкенге өте тамаша. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмді болып шықты және бөлісе отырыңыздар. Ас болсын. Енді достар, келесі тұздалған асқабағымызды бөліктерге бөліп, сыртқы қабығымен 200 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Достар, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Асқабақтарымыз дайын, дастарханға ұсынуға болады. Сіздермен болған Қарлығаш. Келесі видеода кездескенше.